баланың өзінің кіндігіне оралу мүмкіндігі жоғарылайды. Кіндік бар болғаны баланың иығынан өтіп жатуы мүмкін. Баланың мойнына кіндік оралып тұр деп айтатын болса, бала тұншығып қалады. 1 сағаттың ішінде кем дегенде 4 іс-қимыл жасау керек. Сәлем қыздар, сіздермен бүгін мен дәрігер-гинеколог Жанар Ержан. Бұл видеода қыздар біз жүктілік кезінде ең жиі қойылатын диагноздардың бірі ультрадыбыстық зерттеуде баланың мойнына кіндік оралып қалыпты деген жағдай туралы айтатын боламыз, және де қаншалықты ол балаға қауіпті, және де жүкті әйел сондай ситуацияда не істеу керек, сол туралы айтатын боламыз. Егер де сізге қызық болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Ультрадыбыстық зерттеуде қыздар баланың мойнына кіндіктің оралуы ең жиі қойылатын диагноздардың бірі. Ең алдымен қыздар біз кіндік деген не екенін түсініп алайық. Кіндік анасының ішінде бала жатқан кезде анасынан баласына керекті қоректі заттарды, оттегіні, дәрумендер, микроэлементтердің барлығы анадан балаға өтуін қамтамасыз етіп отыратын орган деп айтсақ болады. Кіндік қыздар қалыпты жағдайда 3 қан тамырдан тұрады. Сол 3 қан тамырдың ішінен өтіп жатқан қан ана мен баланың арасындағы қан айналымын қамтамасыз етіп отырады. Енді қыздар қандай жағдайларда кіндік баланың мойнына оралып қалады? Мысалға, егерде кіндік тым ұзын болатын болса, немесе әйелде қағанақ суы көп болатын болса, мысалға многоводие, қағанақ суы көп болған кезде балада көп қимыл жасауға, іс-қимыл жасауға мүмкіндік болады. Соның салдарынан баланың өзінің кіндігіне оралу мүмкіндігі жоғарылайды. Келесі факторлардың бірі қыздар, егерде бала жиі қатты қозғалатын болса, тағы да бір факторлардың бірі қыздар, ол жүкті әйелдің психоэмоционалды жағдайы. Мысалға, әйелде депрессия, стресс, қатты ашу болатын болса, әйелдің ағзасында, жүкті әйелдің ағзасында кортизол, адреналин сияқты гормондар көбейеді, және олар балаға беріліп, баланың жиі көп қозғалуына алып келеді. Сол себепті жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, бала көп қозғалатын болса, кіндігі оралуы қаупі жоғарылайды. Және де кіндіктің оралуы қыздар көбінесе көп бала босанған қыз-келіншектерде кездеседі. Неге? Өйткені көп 4, 5, 6 бала босанған қыз-келіншектерде, яғни оларда многоражавшая деп атаймыз, жатырдың кеңеуі орын алады. Яғни жатырдың ішінде орын көп болғандықтан, соответственно, бала көбірек қимылдайды. Сол себепті кіндік оралудың қаупі бар. Норвегиялық ғалымдар қыздар 14 жылдың ішінде 856 мың жүкті әйелді зерттеп, қандай кезде кіндік оралу байқалады, соны анықтаған екен. Бұл зерттеудің тұжырымына келетін болса, қыздар, егер де жүкті әйелде қант диабеті болатын болса, немесе әйелде артық салмақ, семіздік болатын болса, немесе жүкті әйелдің өзінің табиғи бойы ұзын болатын болса, бұндай жағдайларда баланың кіндікке оралу қаупі жоғарылайды екен. Неге? Өйткені қыздар, дәл осы жағдайларда кіндіктің ұзындығының ұзын болуы және қағанақ суының көп болу қаупі жоғарылайды. Соның салдарынан бағанағы айтып кеткенде, егерде кіндіктің өзі ұзын болса, немесе қағанақ суы көп болса, многоводие болса, онда баланың мойнына кіндіктің оралу қаупі жоғарылайды. Қыздар, баланың кіндігі мойнына оралу деген диагнозды тек қана УЗИ арқылы қоюға болады. Бірақ УЗИ қыздар сізге ешқашан 100% айта алмайды. Нақты оралып тұрма, немесе оралып жатқан жоқ па? Өйткені кейбір жағдайларда кіндік бар болғаны баланың иығынан өтіп жатуы мүмкін. Ал біз ультрадыбыстық зерттеуге қараған кезде как будто баланың мойнына оралып тұрған сияқты болады. Сондықтан қыздар, бұл диагноз ешқашан 100%-ға қойылмайды. Енді қыздар, қаншалықты кіндік баланың мойнына оралып тұр, неше рет оралып тұр, соған байланысты да бөлінеді. Мысалға, 1 рет оралып тұр, однократное обвитие деп айтамыз, 2 рет оралып тұрса, двухкратное, трехкратное деп көбейе береді. Мысалға, қыздар, 2005 жылы Мәскеуде мойнына 9 рет кіндік оралған қыз бала дүниеге келген екен. Әрине, ондай жағдайда кесіртілік жасалған. Және де қыздар, қаншалықты кіндік мойнын баланың қысып тұр, соған байланысты жай бос қана оралу немесе қатты қысып оралу деп бөлінеді екен. Мысалы, қыздар, сізге 20 аптасында, 24 аптасында УЗИге түскен кезде баланың мойнына кіндік оралып тұр деп айтатын болса, онда скорее всего сіз босанам дегенше ол өзімен өзі ажырайды. Неге? Өйткені баланың әлі салмағы кішкентай, бала қозғалады, өзінің позициясын өзгертеді. Сол кезде кіндік өзімен өзі ажырауы мүмкін. Ал егерде қыздар, сіздерге бұл диагнозда, мысалы, жүктіліктің 36 аптасында, 37 аптасында қандай да бір себептермен УЗИге түскен болсаңыз, және де сол кезде сізге осы диагноз қойылған болса, онда скорее всего сіз босанғанға дейін бұл нәрсе өзгермейді. Яғни бала дүниеге келгенге дейін осы жағдай қалады. Енді қыздар, осы видеоның ең маңызды жері, яғни егерде баланың мойнында ультрадыбыстық зерттеуде кіндік оралып тұрса, ол қаншалықты балаға қауіпті,
қаншалықты баланың тұншығып қалу қаупі бар деген сұраққа жауап беретін болса, қыздар, бізде өте көп мифтар бар, яғни егер де баланың мойнына кіндік оралып тұрса, бала тұншығып қалады деген сияқты өте көп дұрыс емес ұғымдар бар. Қыздар, бала анасының ішінде жатқан кезде өкпесімен демалмайды. Ол оттегіні, керекті дәрумендерді, микроэлементтерді осы кіндік арқылы анасынан қан арқылы алып отырады. Яғни баланың өкпесі анасының ішінде жатқан кезде жұмыс жасамайды. Сол себепті қанша баланың мойнына кіндік оралып тұрса да, егер кіндіктің өзіне зақым келмейтін болса, онда балаға ешқандай да қауіп болмайды. Өйткені қыздар, біздің ойымызда, үлкен ересек адамның ойында, егер де біздің мойнымызды бірдеңе қысатын болса, бізге ауа жетпейді, яғни өмірімізге қауіп төнеді. Бірақ іште жатқан баланың, қыздар, қан айналымы, демалу жүйесі, қыздар, өзгеше болады. Сондықтан, қыздар, егер де баланың мойнына кіндік оралып тұрса, бірақ кіндіктің өзінде ешқандай проблемалар болмаса, онда баланың өміріне ешқандай қауіп төнбейді. Бағанағы айтып кеткенімдей, қыздар, кіндік баланың мойнына 2 рет оралуы мүмкін, 3 рет оралуы мүмкін, 1 рет оралуы мүмкін, қатты қысып оралуы мүмкін, немесе жай ғана бос жатуы мүмкін, Бірақ қыздар, кіндікте бағанағы айтып кеткенімдей 3 қан тамыр болады дедік, және де ол қан тамырдың сыртында, қыздар, желе секілді, губка секілді зат бар. Яғни қаншалықты кіндік қатты оралып тұрса да, егер де кіндіктің ішіндегі 3 қан тамырға зақым келмейтін болса, балаға ешқандай зияны болмайды. Яғни қыздар, қаншалықты кіндік баланың мойнына оралып тұрса да, қаншалықты ол кіндік қысылып тұрса да, оның сыртында, қыздар, арнайы желе сияқты бағанағы зат кіндіктің ішіндегі қан тамырлардың қысылып қалмауына көмектеседі. Сол себепті, қыздар, қанша рет оралса да, баланың денсаулығында ешқандай проблемалар болмайды. Әрине, қыздар, кейбір жағдайларда кіндіктің өзінің дефекттері болуы мүмкін. Мысалы, жаңағы айтып кеткен желе сияқты заттың аз болуы деген сияқты түрлі осындай кіндіктің өзінде проблемалар, патологиялар болып жатса, сондай кезде әрине баланың мойнына кіндік оралған болса, ол кіндік қысылатын болса, ішіндегі қан тамырлар қысылатын болса, әрине балаға керекті мөлшерде анасынан оттегі, микроэлементтер, дәрумендер бармағанның себебінен балада мысалы гипоксия болуы мүмкін, мысалы оттегінің жетіспеушілігі. Іштегі бала, қыздар, өзіне оттегінің жетіспей жатқанын, тағы да бір қандай проблеманың болып жатқанын қалай білдіреді? Ол өзінің белсенді қозғалысы арқылы білдіреді. Бірақ әрине, қыздар, кіндіктің бұндай патологиялары өте сирек кездеседі. Сіз жүкті әйелсіз, сіз ультрадыбыстық зерттеуге барған кезде сізге баланың мойнында кіндік оралып тұр дейді. Енді сіздің тарапыңызда не істей аласыз? Сіз қандай позаңызды өзгертсеңіз де, қандай жаттығу жасасаңыз да, ол кіндікті сіз ажырата алмайсыз. Сіздің тарапыңыздан, қыздар, бар болғаны баланың жағдайын бақылап отыру. Яғни қаншалықты бала белсенді, қаншалықты белсенді емес, үй жағдайында бұны анықтау үшін арнайы тест Садовского деген бар. Яғни кез келген жүкті әйел тамақ ішіп алып, сол қапталыңызға жатасыз да, 1 сағаттың ішінде баланың іс қимылын бақылайсыз. Қалыпты жағдайда сіз тамақ ішіп алғаннан кейін, сіздің ағзаңызға глюкоза барғаннан кейін, бала 1 сағаттың ішінде кем дегенде 4 іс қимыл жасау керек. Егер де 1 сағаттың ішінде мысалға 4 рет бала қимылдамады, 2 рет қимылдады, 1 рет қимылдады, онда сіз 2 сағат тағы да күтіп жатасыз, сол қапталыңызда жатасыз, және де 2 сағаттың ішінде бала кем дегенде осы 4 іс қимылды жасау керек. Әрине, егер де сіз мүлдем баланың қимылдағанын сезбейтін болсаңыз, немесе бала өте белсенді, прям тоқтамай қозғалатын болса, тынымсыз болатын болса, әрине ондай жағдайларда дәрігерге қаралу керек. Бірақ қыздар, бұл жерде дифдиагностика жасау керек. Дифдиагностика дегеніміз не? Сіз ажырата білуіңіз керек. Мысалға, егер де сіз газдалған тәтті сусын ішіп алсаңыз, немесе торт, пирог сияқты құрамында қант, глюкоза көп тағамдарды жейтін болсаңыз, әрине ондай кезде баланың қимылдауы артуы мүмкін. Кейбір жағдайларда, қыздар, мысалға сізге УЗИда баланың мойнына кіндік 2 рет оралып тұр, 3 рет оралып тұр дейтін болса, сіздің дәрігеріңіз сізді доплерометрия немесе КТГ деген зерттеу түрлеріне жіберу мүмкін. Бұл зерттеулердің жасалуы, қыздар, сіздің жүктілік мерзіміңізге байланысты, және де мысалы доплерометрия арқылы сізбен балаңыздың араңыздағы қан айналымы қалай болып жатыр, балада гипоксия болып жатқан жоқ па, оттегі керекті мөлшерде балаға барып жатыр ма, мысалы КТГ-да жүрек қағысын анықтау арқылы баланың жағдайын анықтауға болады. Сол себепті, қыздар, кейбір жағдайларда, егер де сізде УЗИда баланың мойнына кіндік оралып тұрған болса, немесе сізде многоводие, қағанақ суының көп болуы кездесетін болса, немесе қыздар, ішіңіздегі бала жүктілік мерзіміне сай салмақ жинамай жататын болса, әрине ондай кездерде сізді доплерометрия немесе КТГ тағы да басқа зерттеулерге қосымша жіберу мүмкін. Енді, қыздар, тағы бір маңызды сұрақтардың бірі, егер де баланың мойнына кіндік оралып тұрса, ол міндетті түрде кесіртілігін жасай ма деген, Қыздар,
тек қана баланың мойнына кіндіктің оралуы ол кесір тілігіне көрсеткіш емес. Бар болғаны, егер де сіздің соңғы түскен, мысалы 30 аптасында, 32 аптасында, 36 аптасында түскен ультрадыбыстық зерттеуіңіздің қорытындысында баланың мойнына кіндік оралып тұр деген диагноз қойылатын болса, бар болғаны сіз босанып жатқан кезде сізге қосымша КТГ, кардиотокография деген аппаратты сізге қосып қою мүмкін. Сол арқылы баланың денсаулығын, баланың жағдайын босану барысында анықтап отырады. Әрине, егер де босану барысында КТГ аппаратында баланың қиналып жатқанын, немесе гипоксия оттегінің жетпей жатқанын, немесе баланың жүрек қағысы дұрыс емес болып жатқанын анықтайтын болса, әрине ондай жағдайда жедел түрде кесір тілігі жасалуы мүмкін. Бірақ ондай жағдайлар қыздар өте сирек кездеседі. Өте көп жағдайларда баланың бір рет, екі рет мойнына оралу деген диагнозбен әйелдер өздері табиғи жолмен босанады, және де босану барысында бар болғаны баланың басы дүниеге келген кезде акушерка баланың мойнындағы кіндікті ажыратып алып тастайды. Кейбір жағдайларда қыздар кіндіктің өзінің ақауы болуы мүмкін. Оны біз шын немесе жалған түйін деп атаймыз, яғни истинный немесе ложный узел пуповины деп аталады. Қыздар, жалған түйін ол бала өзімен өзі ажырауы мүмкін, яғни ол баланың өміріне ешқандай қауіп төндірмейді. Ал егерде кіндіктің өзінде истинный узел немесе шын түйін болатын болса, әрине бұндай жағдайда баланың денсаулығына қауіп төнуі мүмкін. Қыздар, кіндіктің бұндай ақауларын, яғни шын немесе жалған түйінді анықтау ультрадыбыстық зерттеу арқылы немесе басқа да бір методикалар арқылы анықтау өкінішке орай мүмкін емес. Сол себепті қыздар, кез келген жүкті әйелден бар болғаны баланың жағдайын бақылап отыру, қаншалықты қозғалып жатыр, соны бақылап отыру сұралады. Қыздар, қазір интернетті ашып қалсаңыз, баланың мойнына кіндік оралып қалса, мына жаттығуды жасасаңыз болады, және де кіндік өзімен өзі ажырайды деген ақпарат өте көп. Бірақ қыздар, оның барлығы жалған ақпарат, яғни сіз қандай жаттығу жасасаңыз да, қандай іс-қимыл жасасаңыз да, ол өзімен өзі ажырамайды. Сіздің тарапыңыздан тек қана баланың денсаулығын бақылап отыру, және де егер де сізге қыздар менің жүктілігімнің 22 аптасында УЗИда баланың мойнына кіндік оралып тұр деп айтты, одан кейін мен осы жаттығуларды жасадым, одан кейін ол өзімен өзі ажырады деп айтуы мүмкін. Бірақ қыздар, бұл жерде, бұндай ситуацияда кіндіктің ажырауы ол жаттығу жасағаннан емес, ол бар болғаны 22 аптасында бала өзі қимылдағаннан, позициясын ауыстырғаннан кіндіктің өзімен өзі ажырауы. Енді қыздар, осы видеоны қорытындылай келетін болсақ, егер де сізге жүктілік кезінде ультрадыбыстық зерттеуде баланың мойнына кіндік оралып тұр деп айтатын болса, ол паникаға түсетіндей, уайымдайтындай зат емес. Ол жүктіліктің мерзімі өзгеру барысында өзімен өзі ажырау мүмкін, және де баланың өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ, өйткені бала іштей өкпесімен демалмайды. Бірақ сіздің тарапыңыздан қыздар, баланың қимылдауын анықтау арқылы баланың жағдайын бақылап отыруыңыз керек. Осы видеоны соңына дейін көріп отырған қыз-келіншектерге рахмет айтқым келеді. Сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Назарларыңызға рахмет қыздар. Каналға подписаться кнопкасын басып тіркелуді ұмытпаңыздар, және видео ұнаса лайк қойып кетіңіздер. Менің жаңа видеоларымды жіберіп алмау үшін мына жердегі қоңырауды басып кетсеңіз де болады. Ал менің күнделікті жүргізетін Instagram, Telegram парақшаларыма сілтемені видеоның астына салып кетемін қыздар, тіркелсеңіздер болады. Тағы назарларыңызға рахмет қыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.